Іш өту көптеген адамдар өмірінде кездесетін жайсыздықтардың бірі. Бұл құбылыс ас қорыту жүйесіндегі проблемалардан туындауы мүмкін және денсаулыққа елеулі әсер етеді. Іш өтсе не істеу керек деген сұраққа нақты жауап алу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгінгі видеода іш өтудің себептері, белгілері, емдеу әдістері және алдын алу шаралары туралы толық ақпарат береміз. Іш өтудің негізгі себептері. Іш өту көптеген факторлардан туындайды. Олардың ішіндегі ең көп кездесетіндері: бірінші, тамақтан улану. Тазартылмаған немесе сапасыз тамақ іш өтуге жиі себеп болады. Әсіресе көше тағамдары немесе дұрыс сақталмаған азық-түлік қауіпті. Екінші, инфекциялық аурулар. Бактериялар ішекке түсіп, инфекция тудырады. Мысалы, сальмонелла, эшерихия коли және вирустар, ротавирус және норовирус. Үшінші, аллергиялық реакциялар. Кейбір тағамдарға сезімталдық іш өтудің себебі болуы мүмкін. Мысалы, лактоза және глютен. Төртінші, стресс және эмоционалды факторлар. Күшті эмоциялар немесе мазасыздық ас қорыту жүйесіне әсер етіп, іш өтуге әкелуі мүмкін. Бесінші, медициналық препараттардың әсері. Антибиотиктер және басқа дәрілер ішек микрофлорасына әсер етіп, іш өтуді тудыруы мүмкін. Іш өтудің белгілері. Іш өту жеңіл немесе ауыр түрде болуы мүмкін. Оның негізгі белгілері мыналар: сұйық нәжіс, тәулігіне бірнеше рет болуы, қарынның ауруы немесе түйілуі, құсу немесе жүрек айну, қызу көтерілуі, әлсіздік және сусыздану. Егер бұл белгілер ұзақ уақыт сақталса немесе нашарлай берсе, дәрігерге жүгінген дұрыс. Іш өтсе не істеу керек? Алғашқы көмек. Іш өту басталған кезде оны емдеу үшін келесі қадамдарды орындауға болады. Бірінші, сусызданудан сақ болу. Іш өту кезінде организм көп сұйықтық жоғалтады, сондықтан суды жиі ішу керек. Регидратация ерітінділері, тұз қосылған арнайы сусындар өте тиімді. Егер олар қолжетімді болмаса, үйде 1 литр суға 1 шай қасық тұз және 1 ас қасық қант қосып ерітінді дайындауға болады. Екінші, диета сақтау. Іш өту кезінде майлы, ауыр тағамдардан аулақ болыңыз. Тағамдар пайдалы болуы мүмкін. Сұйық ботқалар, мысалы күріш ботқасы, пісірілген немесе буға дайындалған көкөністер, құрғақ нан немесе крекерлер, банан және алма пюресі. Үшінші әдіс, дәрі-дәрмек қолдану. Іш өтуді емдеу үшін белсендірілген көмір, смекта, лоперамид сияқты дәрілер қолданылуы мүмкін, бірақ дәрі-дәрмекті қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу ұсынылады. Төртінші, тыныштық сақтау. Дене шаршаған болса, демалу өте маңызды. Физикалық белсенділікті шектеп, энергияны қалпына келтіруге тырысыңыз. Дәрігерге қашан барған дұрыс? Іш өтсе не істеу керек деген сұраққа жауап іздегенде, кейде өз бетімен емделу жеткіліксіз болуы мүмкін. Мына жағдайларда дәрігерге жүгінуге кеңес береміз. Іш өту бірнеше күн бойы тоқтамаса, қызу 38 градустан жоғары болса, нәжісте қан байқалса, сусыздану белгілері болса, оған ауыздың құрғауы, әлсіздік, терлеудің азаюы болуы мүмкін. Балалар мен қарт адамдардың денсаулығы нашарласа. Назарларыңызға іш өтудің алдын алу шараларын ұсынамыз. Іш өтуді болдырмау үшін келесі шараларды орындау маңызды. Бірінші, тамақ гигиенасын сақтау. Тамақ әзірлеу кезінде қолды жуу, өнімдерді мұқият өңдеу және дұрыс сақтау қажет. Екінші, су сапасын бақылау. Шикі суды ішпеу. Тек қайнатылған немесе тазартылған суды пайдалану. Үшінші, аллергия тудыратын тағамдардан аулақ болу. Егер белгілі бір тағамдарға реакцияңыз бар екенін білсеңіз, оларды рационыңыздан алып тастаңыз. Төртінші, вакцинация жасау. Кейбір инфекциялық аурулардан қорғану үшін арнайы вакциналар бар. Мысалы, ротавирусқа қарсы вакцина балаларға ұсынылады. Бесінші, стрессті басқару. Эмоционалды жағдайыңызды бақылауда ұстау ішек денсаулығы үшін маңызды. Дәстүрлі емдеу әдістері. Іш өтуді емдеуде халықтық тәсілдерді пайдалануға болады, бірақ бұл әдістер дәрігерлердің кеңесімен бірге қолданылғаны дұрыс. Күріш суы.
күріш қайнатылып суы іш өтуді басуға көмектеседі. Бұл ең көп қолданылатын әдіс. Жалбыз шайы ас қорыту жолдарын тыныштандырып, ішекке оң әсер береді. Қара шай танниндер сұйық нәжісті азайтады және организмді нығайтады. Іш өту бұл ас қорыту жүйесінің қалыптан тыс жағдайы, бірақ оны дұрыс басқару арқылы денсаулықты қалпына келтіруге болады. Іш өтсе не істеу керек деген сұраққа жауап іздегенде, ең алдымен суды жеткілікті мөлшерде ішу және жеңіл тағамдарды тұтыну маңызды. Ал ауыр жағдайларда дәрігерге жүгінген дұрыс. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын. Егер денсаулығыңызды мазалап жүрген сұрақтар болса, комментарийға жаза кетіңіз.